академиктің көз жасы хикаяты қазақ халқының ең ауырды қиялы кезеңдерінің біріне арналған. Шығарманың оқиғалары шамамен 1920 жылдардың соңынан 1950 жылдарының басына дейінгі уақытты қамтиды. Бұл Қазақстандағы кеңестік дәуірдің алғашқы жылдары, сталиндік қуғын-сүргін мен ұлы ашаршылық кезеңі және екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ғылым-білім саласындағы саяси науқан жылдары. Автор хикаяты дәл осы тарихи аумалы төкпелі уақыттардың шындығын көрсетеді. 1929-33 жылдардағы ашаршылық зұлматы, қазақ даласында жайланған аштық пен халық қырғынға ұшыраған трагедиясы және 1940 жылдардың ғылымның дамуы, елу бірінші жылдағы саяси қуғынға сүрінгенге ұласқан оқиғалар суреттеледі. Шығармада Қазақстандағы 1930 жылдардағы ашаршылық ерекше орын алады. Голошокиннің қатал басқаруы салдарынан жүргізілген әлеуметтік-экономикалық эксперименттер елді жаппай аштыққа ұрындырғаны белгілі. Автор осы нәубет кезеңді қазақ даласында болған сұмдық көріністерді кейіпкер көзімен бейнелейді. Мысалы, баянауылға біраз жолда бас кейіпкер жол жиегінде құлап қатып қалған адамды, өліктерін, есігі арқанмен шандалған үйлерді көреді. Ішінде үлкендер аштықтан аман қалсын деп тастап кеткен 5-6 бірдей баланы бір-бірін құшақтаған күйі қатып қалғанын көреді. Осы автор бұл көріністер арқылы 32-33 жылдары ашаршылықтың халқымызға әкелген қасіретін айқын көрсетеді. Сонымен қатар 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін де шығарма желісінде елеусіз қалмайды. Осы жылдары қазақ әдебиеті мен зиялылары бетке ұстар талай өлкен айрылғаны жазықсыз жазаға ұшыраған тарихтан мәлім, және жазушы сол дүрбелең кезеңнің ел өміріне әсерінде оқиға ағына ұштастырады. Шығармадағы негізгі оқиғалардың бірі Қаныш Сәтбаевтың ғылым жолындағы жетістіктері мен Қазақ ғылым академиясының құрылуы. Ұлы Отан соғысынан кейін ғылым-білімге кең жол ашылып, 1946 жылы Қазақ ССР ғылым академиясының құрылғаны белгілі. Осы хикаятта Сәтбаевтың сол академияның тұңғыш президенті болып сайлануы, қазақ ғылымның дамуына қосқан үлесі айтылады. 46 жылы маусымда өткен жалпы жиналыста 47 жасар Қаныш Имантайұлы Сәтбаев академия президенті болып бірауыздан сайланған баяндалады. Бұл елдегі ғылымның жаңа дәуірі басталған тарихи сәт. Алайда көп ұзамай саясат қайта бұрылады. 1950 жылдардың басында Мәскеудің қыспағынан Қазақстан ғалымдары қарсы науқан басталады. Сосын 1951 жылы буржуазиялық ұлтшылдық айыптары тағылып, академиктердің қызметкерлерін тасалау, қысымға алу белеу алады. Хикаят финалы осы оқиғаларына сәйкес келеді. 1951 жылдың қарашасында Қаныш Сәтбаев Алматыдан Мәскеуге көшуге мәжбүр болады. Осы академик Сәтбаевқа жоғарыдан саяси айып тағылып, қызметтен шеттету туралы шешім қабылданған соң, ол туған жерінен көз жасына ерік беріп қош айтысады. Осылайша шығармада қазақ халқының тарихындағы ең бір ауыр сын кезеңдері, ашаршылық, репрессия, тоталитаризмнің ғылымға жасаған озбырлығы нақты оқиғалар арқылы көрініс табады. Автор тарихи факторлерді көркем тілмен өріп, бір ғалымның тағдыры арқылы тұтас дәуірдің панорамасын шығарады. Шығарманың негізгі идеясы тарихи шындық пен ұлт тағдыры, академиктің көз жасы хикаяты түпкі өзегі қазақ халқы бастан кешкен қасіретті тарихи біртуар президенті Қаныш Сәтбаевтың өмір жолы арқылы суреттеп, оқырманға ой салу. Автор бұл туындысында ұлт болашағы үшін ғұмырын арнаған ғалымның тағдыры мен сол заманның
қайшылықтардың қатары өрбітеді. Хикаят арқылы автор қазақ тарихындағы әділетсіздік пен қиянатты әшкерлейді. Тоталитарлық жүйенің зұлымдығын көрсетеді және бір адамның академик Сәтбаевтың өміріндегі трагедия арқылы бүкіл халықтың трагедиясын, рухани жарасын танытады. Шығарманың атауы да символикалық мәнге ие, яғни академиктің көз жасы тек ғылымның жеке күйінші ғана емес, халқына қызмет еткен адал ұлдың елді көрінген қасіретке жүрегін езелеу және рухани жын айқайы. Хикаяның идеялық өзегінде қазақ талантты ұлының тажырға түскен тағдыры жатыр. Осы автор Қаныш Сәтбаевтың басты өткен қиындықтары, ғылым жолындағы күресін жүйе тарапынан көрген қысастығын суреттей отырып, жалпы адам және тоталитарлық жүйе тақырыбына көтереді. Шығармадағы оқиғалар мен диалогтар арқылы осы биік басындағы қатыгездік, өз халқын жұттатып жатқан осы бір саясат салынады. Мәселенген Голошокин ауылдарды тінтіп, халыққа аштыққа ұшыратқан әрекеттері, осы оған қолдау көрсеткен жергілікті шолақ белсенділердің іс-қимылы қатты шенеуден өтеді. Жазушы осындай тарихи шындықтарды ашып көрсету арқылы ұлтқа жасалған қиянат пен сатқындықты ұмытпау идеясын жеткізеді. Сонымен бірге шығармада ұлттың шексіз сүйген ұлы тұлғаның бейнесі арқылы отаншылдық, адалдық идеясы насихатталады. Қаныш Имантайұлы өз дәулетін, мансабын емес, халық мүддесін биік қойған ғалым. Ол жер астындағы қазынаны ер илегіне жаратуға өмірін сарп етеді. Ғылымды дамытып, қазақ жастарына жол ашуға тырысады. Алайда сол еңбегінің өтеуі ретінде көрінгені негізсіз саяси айыптау және мәжбүрлі кетіс. Осы арқылы автор заманның аяусыздығын, қоғамның әділетсіздігін көрсетеді. Ал шығармада көтерілген маңызды мәселелердің бірі ол ұлт зиялыларының трагедиясы. Кезінде ел үшін еңіреп қызмет еткен ғылым мен білімнің шыңына шыққан азаматтар тоталитарлық жүйе талқысына түседі. Қаныш Сәтбаев сияқты алыптың көз жасына ерік беруі сол заманның интеллигенциясын жан айқайы. Автор хикаяда финалында академиктің жан жарасын көрсетіп, оны көңіліндегі өкпе назды ашып береді. Академиктің сол күнгі көз жасында қорлану да, өз халқына деген өкпе де, ашылуы да, ызы да, өкініш те, налы да бәрі де бар еді. Сол бәрі де бар деп толғайды. Бұл ұлт перзентінің өкініші, бар ғұмырына елге арнасы да, өз жұрты орны қорғай алмағанына, қадіріне жете алмағанына қапалануы. Демек, шығарма идеясы арқылы жазушы оқырманға сабақ беруді көздейді. Тарихтан тағылым алып, ұлт абыройын қорғай білсе екен, елдің, азаматтың қадірін білсе екен деген ой жатыр. Қорыта айтқанда, академиктің көз жасы тарихи шындық пен адам тағдыры тоғысқан терең туынды. Оның негізгі идеясы ұлттың басынан өткен қасіретін ұмытпау және әділетсіздікке үнсіз көніп отыра бермеуі және ел үшін еңбек еткен перзенттерді бағалау. Сонымен қатар шығарма ұлт рухын көтеру идеясында меңзейді. Қаныш Сәтбаев сынды тұлғаның өмірі
халқына адал қызмет етудің рухани беріктерінің үлгісі. Автор осындай идеяларды көркем тілмен кестелеп оқырман жүрегіне жеткізе білген. Шығармадағы бас кейіпкер Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, қазақтың тұңғыш геологы, геолог ғалымы, академик. Және осы автор Қаныш бейнесін тарихи тұлғаға сай сомдайды. Ол парасатты, білімді, еліне шын берілген қайраткер. Хикаятта Қаныштың қызметі мен мінез бітімі әр қырынан ашылады. Алғашқы көріністердің бірінде жас инженер Қаныш туған жерінде байлығын зерттеп, жезқазғандағы мыс кен игеруін кіріседі. Сол ол бар ынты жігерін еліне пайдалы іс жасауға арнайтын еңбекқор жан ретінде суреттеледі. Қаныш басына өткен қиындықтарға мойымайтын, мақсатынан таймайтын қайсар тұлға. Ашаршылық кезінде туған ауылына жанұшыра жетіп, халықтың мұң-зары жүрегін ауыртса да, сол қайғыдан күш алып, елге қызмет етуде одан әрі жалғастырады. Қаныш Сәтбаевтың адамгершілігі мен оның биік рухы шығармада ерекше көрінеді. Мысалы, ашаршылық жылдары ол аштан қырылған апасының артында қалған қос бүлдіршінді өз қамқорлығына алады. Және солардың бірі кейін алтын адамды тапқан археолог, яғни Кемел Ақышев болып өседі. Ал бұл деталь кейіпкердің мейірімді және қамқор ағалық болмысын көрсетеді. Екінші жағынан ұрпақты аман сақтап қалу миссиясында айқындайды. Қаныштың шәкірт тәрбиелеуі, жастарға ғылым жолын ашуы оның ұлт болашағына деген жанашырлығы белгісі. Шығармада Қаныш Имантайұлы Томскіде оқып жүрген кезеңнен бастап геологиядағы үлкен жаңалықтар ашып, Мәскеуде ғылымдардың мойындатқан сәттерге дейін баяндалады. Әсіресе Қарсақпайдағы конференцияда баяндама жасап, атақты академиктердің алдында озық оймен, шешен тілмен таң қалдырған эпизодтары, әсіресе ғалымдардың талайды жас қазақ инженері Қаныштың қолынан алып құттықтап жатқан автор мақтанышпен жазады. Бұл көрініс кейіпкердің білім-білігі емес, және биік беделден де аңғартады. Алайда Қаныштың бейнесі тек жеңістерден тұрмайды. Автор оны қасірет пен наланы көшірген адам ретінде көрсетеді. Шығарма соңына қарай Сәтбаев саяси айыптауларға ұшырап, Алматыда кетуге мәжбүр болады. Сол тұтастығы оның жан күйзелісі, шарасыздағы өкпесі жан жақта ашылады. Партиялық шенеуніктердің өтірік айыптарын естігенде Қаныштың қабағы түсіп, әділетсіздікке қарсы іште қайнап жатқан ашу ызасын сеземіз. Пойыз қозғалар сәтте жұбайымен қоштасып тұрып, қос иығынан ұстап үнсіз егілген Қаныш бейнесі оқырмандардың жүрегін қозғайтын шынайы көрініс. Осы эпизодта академиктің көз жасы суреттеледі. Көзінен жас алған Сәтбаев заманның озбырлығынан жапа шеккен, бірақ рухы сынбаған қайраткерлердің символы. Яғни Қаныш бейнесі арқылы автордың өз халқына адал қызмет етудің үлгісінде сол қызметтің ауыр құқығын да көрсетеді. Шығармада тарихи тұлғалар көптеп кездеседі. Олардың бірі Голошокин. Солардың ішіндегі басты антагонист десе де болады. Голошокин 1925 пен 1930 жылдары Қазақстанды басқарған қатыгез басшы, қазақ даласын ішкі қазан төңкерісін жасаймын деп ойрандырған тұлға. Автор Голошокиннің мейірімсіз, қан құйлы сипатын нақты тарихи деректермен бейнелейді. 1918 жылы
1918 жылы патша Николай II және оның бала-шағасын атып, шахтаға лақтырып жібергенін, жанының дәл осы Голошокин екенін еске салады. Ондай адамнан не жақсылық күтесіз деп автор өзі риторикалық сауал тастап, Голошокин портретін бір ақуыз сөзбен түйіндейді. Шығармада Голошокиннің қазаққа жасаған қиянаты да кеңінен суреттеледі. Оның әмірінен жүргізіліп асыра сілтеу саясаты аштыққа, халықтың қырылуына әкелгеніне айыпталады. Сондай-ақ Голошокиннің кез келген бетте бір-бірін жамандап, ұлтшыл, бойшыл деп арсытса, өз қолымен жау жинаған кейбір қазақ белсенділерінің әрекеті де сынға да алынған. Голошокин образы арқылы автор биліктің қатыгездігін ғана емес, сондай зұлымдыққа жол берген ішкі алауыздықты көрсетеді. Шығармада эпизодтық кейіпкерлер мол болғанымен, олардың бәрі тарихи шындықты ашуға қызмет етеді. Мысалы, Тұрар Рысқұлов пен Сәкен Сейфуллин бейнелері бір сәттік эпизодтарда көрінсе де маңызды рөл атқарады. Автор Сталинге хат жазып, Қазақстандағы бай манаптар мен Алашорда қалғандарын жоюды сұраған Рысқұлов пен Сейфуллиннің әрекетін келтіре отырып, сол заманның күрделі саяси жағдайын аңғартады. Бұл кейіпкерлер арқылы жазушы заман ағымымен арбаланған өзіміздің қызыл белсенділер елге қандай қатер әкелгенін меңзейді. Одан бөлек Нұрғали Усов сияқты Қаныштың шетелдік ұстазы Николай Павлов секілді замандас академик Мұсабек Русаков сияқты репрессияға ұшыраған ғалымдар образдарды кездестіреді. Мәселенген Мәскеуде Лысенкотпен таласып қиындықты көрген академик Павлов Сәтбаевқа келіп, мұның жағатын эпизод бар. Бұл ғалымдағы тартысады көрсетеді. Ал орыс ғалымы Русаковтың Алматыдан тыс сапардың тұтқындалуы Сәтбаевқа құрылған тұзақтың белгісі ретінде суреттеледі. Осындай қосымша кейіпкерлер тарихи оқиғалардың желісін толықтырып, бас кейіпкердің болмысын тереңірек ашуға септігін тигізеді. Жалпы академиктің көзжасында кейіпкерлер нақты тарихи тұлғалар, ал Қаныш Сәтбаевты позитивті образ, халықтың жарық жұлдызы, ал Голошокин сол дәуірдің озбыр саясаткерлері, негативті образдары болды. Алайда автор ешкімді жай қара бояумен суреттемейді. Барлық кейіпкер іс-әрекеті тарихи себеп-салдармен көрсетілген. Ал бас кейіпкер бейнесі өте шынайы әрі жан-жақты шыққан. Ол әрі ғылым көзбасшы, әрі қарапайым қазақты тәрбиелі жан әрі қайсар ұлтжанды азамат. Мысалы, Қаныштың Уинстон Черчилльмен кездескен сәтінде тақырылған оның ұлт жандылығын танытады. Черчилль одан қазақтың бәрі сіздей биік пе деп сұрағанда, ол ірілікпен мен орта қазақпын, халқым менен әлдеқайда биік деп жауап береді. Осы бір ауыз сөзден кейіпкердің халық рухын жоғары қоятын ар намысы көрінеді. Сонымен шығармадағы бас кейіпкерлер нақты тарихи қайраткерлер болғанымен, олар көркем бейнеге айналып белгілі бір идеялық жүк көтеріп тұр. Қаныш Сәтбаев бейнесі арқылы автор халықтың асыл арманы мен мұратын, қайғысы мен қуанышын көрсетсе, Голошокин бейнесі арқылы зұлматы заманның кескіні танытқан. Басқа қосалқы кейіпкерлер де сол тұстың өрнегін толықтыруға қызмет етеді. Барлық бірлесе келе шығарма оқырмандарының көз алдына тар заманның шындығы мен біртуар перзентінің тұлғасын айқын елестетеді. Ал шығарманың сипатталатын салт-дәстүр мен рәсімдері академиктің көрші хикаятының қазақ ұлттық салт-дәстүр мен шығарманың тарихи мазмұнына орай
көрініс табады. Автор кейіпкерлер өмірін бейнелей отырып дәстүрлердің әлеуметтік маңызын да аңдатады. Әсіресе отбасы және ұрпақ жалғастыруға қатысты салт шығарма желісінде ерекше орын алған. Ең алдымен хикаятта көп әйел алу дәстүрдің бір мысалы суреттеледі. Қаныштың әкесі имантай би бірнеше әйелі Нұрым екеуі 40 жасқа келгенше перзент сүймеген екен. Осы тұста Нұрым ана ерінің разылығын алып, терден орнатып беріп отырған бейбіше бола тұра өз қолымен күйеуінің тоқал алып беруге бел байлайды. Бұл қазақ қоғамының ертеден бар, бірақ әркімнің көне беруі қиын ерекше дәстүр. Нұрым ханның әрекеті қазақтағы тоқал алу ғұрпының оның қырын көрсетеді. Ол күйеуіне өз таңдап жас қалыңдыққа әперіп, содан күткен перзенттерін бауырына бас ниет етеді. Жазушы бұл көріністі өте нанымды, әсерлі етіп бейнеленген. Нұрым бәйбішесінің түс көріп түсінде күйеуінің қойнынан бір түлкі екі қасқырдың күшігі шыққан айтуы қазақы түс жору дәстүріне сай алдағы екі ұл бір қыздың өмірге келерін меңзеген ырым. Ал екіншіден шығармада балалы болуға қатысты қазақ ырымдар көрініс табады. Солардың бірі баланы бала шақырады деген ұғым. Имантай мен Нұрым бәйбіше кепке дейін сәби сүймеген соң елдің дәстүрі бойынша туыстарының баласын асырап алып, автор қазаққа баланы бала шақырады дейтін ырым бар, бірақ бұлар сол ырымды бойынша Имантай інісі Жәминнің ұлын бауырына салып алады деп жазады. Яғни қазақ сенімдері бір үйде бала көп күлсе, ойнап жүрсе, сол жағын сәби келеді деген наным бар. Имантай мен Нұрымның бауырына салған сол бала Әбсалым беске келгенше өз ұрпағы болмаған соң тоқал алу мәселесін көтерген екен. Бұл эпизодта жазушы қазақтың бала асырап алу дәстүрін, оның астарындағы ырымды қоса таныстырып отыр. Баланы бауырына салу қазақтың кең тараған туысқандық байланысты нығайтатын әрі ұрпақ жалғастыруға септеседі деп сенілген үйге құрып, Қаныштың ата-анасы да сол дәстүрі орындағанмен Алланың жазуы басқа екен деп, осы өз кіндігін бала көру тек екінші әйел алған соң мүмкін болады дегенмен аманатқа қалған бала ие болу, жетімдікке жатсынбай өсіру қазақты тәрбие екенін автор осы жерде оқырманға аңғартады. Шығармада сондай-ақ ата-баба рухының құрметтеу дәстүрі байқалады. Қаныш ашаршылық жылдары елге келгенде ең әулеті ата-анасы қабірі соғып Құран бағыштайды. Бұл қазақтардың аруақ сыйлау рәсімінің көрінісі. Әке өсиеті бойынша Имантай би сүйікті жары Алима анамен қатар жерленген екен. Қаныш қабірстандан әке-шешесінің басынан құлпытас орнатылғанымен көріп қамығады, ішінен дұға етіп көз жасын түгеді. Мұнда автор қазақтың ата-ана арулар қабірге барып Құран оқу дәстүрінде суреттелген. Сонымен бірге марқұм әке-шешесінің басына белгі тас орната алмағаны үшін қанжылу перзенттік борышын өте алмағандай сезіну кейіпкердің қазақы болмысын аша түседі. Яғни Қаныш образы арқылы да қазақтың отбасыға, ата-анаға қатысты дәстүрлі түсініктер ұлықталып тұр. Бұған қоса шығармада Амантай ұғымы айқын сезіледі. Жоғарыда айтылғандай, ашаршылыққа қаза болған апасының қос ұлының Қаныш өз қамқорлығына алады. Мұны ол апа өлерінде артынан қалған балалардың тапсырып кеткен аманаты деп қабылдайды. Қазақ дәстүрінде аманатқа қиянат жасамау қатал парыз. Қанышта сол дәстүрді ұстанып, жиендерін өз баласындай өсірген.
бұл қанға сіңген қазаққа тектіліктің белгісі. Сонымен академиктің көз жасы шығармасында осы қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрі оқиға желісіне табиғи түрде енгізілген, әсіресе шаңырақ көтеру, ұрпақ сүюге қатысты әдет-ғұрыптар кеңінен суреттеледі. Олардың әлеуметтік мәні ашылады. Жазушы дәстүрді тек жай атап қоймай, олардың кейіпкер өміріндегі шешуші рөлін көрсеткен. Мысалы, егер имантай би мен осы нұрым қазаққа салтты сақтамаса, имантай тек бір әйелмен шектелсе, қаныш сияқты ол дүниеге келмес еді. Бұл деталь арқылы автор дәстүрдің өміршеңдегі меңзейді. Сондай-ақ атаны қадірлеу, жетімді жылатпау, аманатқа адалдық сынды рухани құндылықтар да шығарма бойында дәріптеледі. Хикаяттан қазақы дүниетанымның көп қыры байқалып, оқырман халқы салт-дәстүрінің байлығын сезе алады. Өзіме ұнаған екі үзінді бар. Соның біріншісі, қашыққа жүріп туған жерінен кету сәті жеткенде академиктің өзіне де айналасындағыларға да сөз айту қиынға соққан деген, және осы пойыз жүре бастағанда ол жұбайының қолынан ұстап үнсіз тұрып қалды. Жердегі шетсіз кеңдік, көк аспан бәрі де ойына келді. Сөз жоқ, тек көзінен мөлдіретіп жас тамып, ол өз халқының, отанның қасіретіне жаны ашитын адамның белгісі. Сол тұстағы көз жасының салмағы әлсіздік емес, ішкі табандылық, ар-намыс, әділеттік үшін күрестің белгісі еді. Ал екінші үзінді, ол академиктің жүрегіне жақын бір оқиға, жетім қалған балаларды сақтап қалу. Ол топтаған босанған даланың арасында екі әпкеден қалған кішкентай балаларды алып кетуді ойлайды. Балалардың босанған жүрегін салқын желден қорғасын деп қатты батырған мамық пальтосын әлсін-әлсін ағып тыстаған көз жасын елестетеді. Балалар кішкентай қолдарынан өзі қысқа ғана үміт сыйлайтын сезінгенде, академик өз өмірін бала тәрбиесіне арнағанын үлкен жауапкершілік сезінеді. Бұл оның ғылымға, ұлтқа, адамға деген сүйіспеншілігінің тағы да бір көрінісі. Ал кітап оқу кезінде қандай көңілде және сезімде болдыңыз? Ал соңғы сұрақ, бұл кітапты достарыңызбен, жақындарыңызбен не үшін ұсынар едіңіз? Бұған бір себеп бар. Ол сезім мен ойды терең қозғайды, ортақ тақырып пікірталас тудырады, және кітаптың ішкі шиеленісі адамдық кемелдік пен рухани күйзеліс бәріне ортақ. Достарымызбен оқу барысында пікір алмасу, талқылау, сол тағдыр туралы сөйлесу мүмкіндігі пайда болады. Осы талқылау арқылы қоғамдағы құндылықтар, ұлт тағдыры, әділеттік мәселелер көтеріліп, әлемде түсінудің жаңа қырлары ашылады.